Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін сіздермен бірге қызықты әрі ерекше тақырыппен танысамыз. Бұл интеграциялық оқытуда жасанды интеллектке негізделген физикалық ертегілер. Осы тақырып аясында біз физиканың әдебиетпен, тарихпен, музыкамен, бейнелеу өнерімен және астрономия пәндерімен байланысын қарастырамыз. Сонымен қатар қазіргі заман талабына сай жасанды интеллекттің білім беру саласындағы үлкен мүмкіндіктерін байқайтын боламыз. Ендеше сабағымызды бастайық. Бүгінгі алғашқы пәніміз физика мен қазақ әдебиеті. Біз қазақ халық ертегісі ертөстік кейіпкерлерінің көмегімен физика заңдылықтарын зерттейміз. Яғни әдебиет пен физика пәнден өзара байланыстыра отырып, оқиғалар желісі негізінде нақты есептер шығарамыз. Сабақ барысында белсене қатысып, бірге ойланып, бірге есептейік. Экранда көріп отырған суреттеріңіз бізде жасанды интеллекттің көмегімен жасалған. Яғни бұл жерде ертөстік пен оның серіктерінің көкен хандығына келгендігі, көкен хандығына басына өткізген оқиғалар, яғни түйенің бағуы және ертөстік пен оның серіктеріне көкен ханы мен оның уәзірлері қастық ойлап қулық ұйымдастырып отырғаны бейнеленген. Енді осы оқиғалар негізінде физикалық жалғасын біз есептер арқылы білетін боламыз. Ендеше бірінші есепті бастайық. Оқушылар, енді бірінші есепке назар аударайық. Бұл есеп желаяқтың таңғажайып қабілетін физикалық тұрғыда түсіндіруге көмектеседі. Есептің шартына сәйкес, жарыс басталғанда желаяқ 3 секунд ішінде 0-ден 30 метр секунд жылдамдыққа дейін үдейді. Егер оның үдеуі тұрақты болса, ол қандай үдеумен қозғалған? Оқушылар, бізден сұрап отырған шама ол үдеу. Үдеу дегеніміз не? Үдеу дегеніміз, оқушылар, дененің жылдамдығының өзгеру шапшаңдығын сипаттайтын физикалық шама. Ал үдеуді табу үшін қолданатын негізгі формуламыз бізде бірінші өрнек арқылы, яғни А тең В азайтылған В нолевой бөлінген Т. Мұндағы В деп отырғанымыз соңғы жылдамдық, В нолевой бастапқы жылдамдық, Т дегеніміз уақыт және А дегеніміз ол бізде табылып жатқан шама үдеу. Ендеше берілген шамаларды экранда көрсетілген шартқа сәйкес формулаға орнына қойып, ізделінді шаман, яғни үдеудің мәнін анықтайық. Есептеп қойсақ, оқушылар, үдеудің шамасы бізде 10 метр секунд квадратқа тең екен. Бұл нені білдіреді? Бұл дегеніміз желаяқ әр секунд сайын өзінің жылдамдығын 10 метр секундқа арттырып отырған. Бұл өте жоғары үдеу. Тіпті қарапайым адам мен спортшының өзі бұндай үдеуге жете алмайды. Көріп отырғандарыңыздай, физикалық шама бізге кейіпкерлердің мүмкіндіктерін сандық тұрғыда бағалауға мүмкіндік береді. Ендеше бірінші есеп аяқталды. Енді екінші есепке көшейік. Келесі есепке назар аударайық, оқушылар. Бұл есеп желаяқтың жарыс барысында қаншалықты қашықтықты жүгіріп өткенін анықтауға арналған. Яғни сабақтың басында айтылған ертөстік пен оның серіктеріне хан мен уәзірлерінің қастығы. Олар желаяқты ұйықтатып тастап, ханның шабандозының алға қарай ұмтылуына көмек береді. Сол кезге байланысты есепті талқылайық. Есептің шартына сәйкес, желаяқ жарыс жолының 60% жүріп өтіп, ханның адамдарының құлығына түсіп ұйықтап қалады. Оның жалпы жүру қашықтығы 900 метр болса, ол қанша метр жүгіріп өткенде ұйықтап қалған? Осыны есептейік. Бізден сұрап отырған шама желаяқ ұйықтап қалғанға дейінгі қанша қашықтықты жүріп өткенін анықтау. Ол үшін біз пропорцияны пайдаланамыз. Яғни бізде барлығы 900 метр,
пайызымыз бізде 60%, яғни 0,6 болады. Жүрілген жол табу үшін бізде барлық жүрілген қашықтығымыз, яғни 900 метрдің 60%-ын есептеп аламыз. Жаңа көрсетілген талапқа сәйкес есепте берілген шамаларды байланып отырып есептейміз. Есептеп қойсақ оқушылар, есептің жауабы бізде 540 метр. Яғни желаяқ ұйықтап қалмас бұрын 540 метр жүгіріп өткен екен. Бұл жарыстың жалпы жолының шамамен жартысынан көбірек бөлігі екенін көрсетті. Қорытындылай келетін болсақ, желаяқтың ұйықтап қалуы оған біраз кедергі келтіргенімен, ол жарыстың негізгі бөлігін өтіп үлгерген. Осы есеп арқылы біз күнделікті өмірде пойызбен байланысты көптеген физикалық есептерді шеше алатынымызды көреміз. Сонымен екінші есеп те аяқталды. Енді үшінші есепке көшейік. Оқушылар, енді үшінші есепке көшейік. Бұл жолы біз күш пен жұмыс ұғымымен танысамыз. Бұл жерде көріп отырғандарыңыздай, ұйықтап қалған желаяқты достары шайқап, су құйып оятып алмақшы. Енді есептің шартына мән берейік. Ертөстіктің достары желаяқты ояту үшін оны көтеріп, шайқап, су құяды. Егер желаяқтың массасы 50 кг болса, және олар оны 0,5 метр биіктікке көтерсе, қанша күш пен жұмыс жұмсалды? Ендеше бізден сұрап атқан екі шама, ол біріншісі күш, екіншісі жұмыс. Күш пен жұмысты біз үшінші және төртінші өрнектің көмегімен анықтаймыз. Бұл жердегі күш бізде үшінші өрнек, жұмыс төртінші өрнек. Яғни берілген шамаларға негізделе отырып, экранда көрсетілген талапқа сәйкес өздеріңіздің есеп дәптерлеріңізге берілген шамаларды жазып, зелінді шамаларды анықтаймыз. Ендеше бастайық. Есептеп қойдық оқушылар. Онда есептің жауабын тексерейік. Желаяқты орнынан көтеру үшін бізде 490 ньютон күш жұмсалды, және де 245 джоуль жұмыс жасалды. Бұл аз көрінгенмен, адамның бұлшық ет арқылы жұмсалатын нақты энергия. Қорыта айтатын болсақ, физикада ең қарапайым іс-әрекеттердің өзі нақты шамалармен сипатталады. Біреуді көтеруі, бір нәрсені жылжыту, барлығы жұмыс ұғымына жатады. Осы есеп бізге механикалық жұмыс ұғымын нақты өмірмен тығыз байланысты екенін көрсетті. Ендеше келесі есепке көшейік. Келесі есепте бізде желаяқтың ұйқыдан оянып, ары қарай жарысты жалғастыруы. Бұл жерде шабандоздан жетуге ұмтылып жатыр, яғни есептің шартына мән берейік. Ұйықтап қалған кезде ханның шабандозы 300 метр алға озып кетеді. Желаяқ қайта оянғаннан кейін оның жылдамдығы 40 метр секундқа дейін артады, ал ханның жүйрігінің жылдамдығы 25 метр секундқа. Егер екеуі бір бағытта қозғалып жатса, желаяқ ханның жүйрігінен қанша секунд қуып жетеді? Бұл бізде есептің шарты. Енді біз зелінді шамаларды анықтайық. Ол бізде қанша секундта қуып жетеді? Ол үшін біз 5-ші өрнектің көмегімен, яғни жолдың өрнегімен 6-ші өрнекке бұлай өрнектеп аламыз. Бізде желаяқ пен ханның шабандозы бір бағытта деген. Біз білеміз, жылдамдықтар егерде бір бағытта болатын болса, екі шама бір-бірінен алынады. Ал егерде қарама-қарсы бағытта болатын болса, онда шамалар қосылады. Яғни бізден сұрап атқан зелінді шамамыз, ол бізде уақыт.
осы 6-шы өрнектен уақытты өрнектеп аламыз да 7-ші өрнектің көмегімен біз уақытты есептейміз. Экранда көрсетілген талапқа сәйкес берілгені формуласы шешу, табу керек шаманы жазып, есептің шартында берілген мәндерді пайдалана отырып, формулаға мәндерді қойып есептейміз. Ал ендеше бастайық. Есептеп қойдық оқушылар, Онда есептің жауабын тексерейік. Есептің жауабы бізде 20 секунд шықты. Демек, желаяқ ханның жүйрігін 20 секунд ішінде қуып жетеді. Яғни, қорыта айтқанда, қуып жету уақыты денелердің жылдамдықтарының айырмасына тікелей байланысты. Егер жылдамдықтар жақындаса, қуып жету уақыты ұзарады. Мұндай есептер біз қозғалыстың салыстырмалы сипатын, жылдамдық пен уақыт арасында байланысын жақсы түсінеміз. Сонымен бұл есепті аяқталды. Енді келесі соңғы есепке көшейік. Сонымен оқушылар, бүгінгі физика және қазақ әдебиеті сабағымыздың соңғы 5-ші есебіне көшейік. Бұл есепте біз энергия мен қуат ұғымдарын қарастырамыз. Енді есептің шартына мән берейік. Есептің шарты: желаяқ ханның жүйрігін басып озып, мәреге жеткенде оның массасы 50 кг, ал оның жүгіру кезінде орташа жылдамдығы 35 метр секунд. Егер оның қозғалыс кезінде жұмсаған кинетикалық энергиясының 30% пайдалы жұмысқа жұмсалса, оның қуаты қанша? Ең алдымен бізде сұрап атқаны желаяқтың қанша қуат жұмсағаны. Ол үшін біз 8-ші өрнекті пайдалана отырып, желаяқтың кинетикалық энергиясын есептеп аламыз. Бұл жерде М деп отырғанымыз дененің массасы, ал В деп отырғанымыз желаяқтың орташа жылдамдығы. Осы 8-ші өрнекте кинетикалық энергияны есептеп алғаннан кейін біз 9-ші өрнектің көмегімен пайдалысын анықтаймыз. Себебі есепте бізде 30% ғана пайдалы жұмсалған айтылған. Сол үшін біз табылған кинетикалық энергиямыздың 0-ге көбейтіп пайдалысын анықтап аламыз. Және соңында 10-ші өрнектің көмегімен біз қуатты есептейміз. Сендер өздерінің жұмыс дәптерлерін ашып, берілген үлгіге сәйкес берілгені ХБЖ, формула, шешу және табу керек мәндерді жаза отырып, қуатты есептейміз. Ал ендеше бастайық. Оқушылар, есептеп болды деп ойлаймын. Ал енді есептің жауаптарын тексерейік. Ең бірінші бізде кинетикалық энергия. Кинетикалық энергия бізде 30.625 джоуль, яғни желаяқтың жалпы кинетикалық энергиясы. Бірақ бізге оның 30% пайдалы жұмысқа жұмсалды деген. Енді оның пайдалысын табатын болсақ, бізде 9187,5 джоуль. Бұл бізде желаяқтың жасаған пайдалы жұмысы. Ал енді қуатын анықтайтын болсақ, қуаты бізде 9187,5 ватт. Яғни бізде пайдалы жұмыс пен уақыт бір-біріне тең. Неге? Себебі бізде уақыт берілмеген, яғни 1 секунд деп аламыз. Сол үшін бізде екеуі бір-біріне тең болды. Және де қорыта айта кететініміз, кинетикалық энергия дененің жылдамдығы мен массасына тәуелді, ал қуат энергияның қаншалықты тез жұмсай алатындығын көрсетеді. Күнделікті өмірде бұл ұғымдар электр құрылғыларда, машиналарда, тіпті спортшыларда да қолданылады. Ал ендеше бүгінгі біздің сабағымыз осымен аяқталды.